Қазақстан футзалының барлық матчын тікелей эфирде qfutbol.kz сайтында тегін көр. Smart TV немесе смартфоныңа қосымшаны жүктеп, qfutbol.kz-те қосылып, футзалды тамашала. Ассалаумағалейкум, қадірменді көрермендер, барша футзал сүйер жанкүйерлер. Q-футбол арнасының тікелей эфирінде футзалдан Қазақстан чемпионатының 16-шы туры аясындағы матч. Назарларыңызға Тұлпар мен Ордабасы командаларының бекетіресін ұсынамыз. Бұл Қарағанды қаласы, жастар спорт кешені. Ал бүгін осы тартысты ойында сіздермен бірге тамашалайтын мен комментатор Арқалық Қуанған. Міндеттерін 100% әділ атқарды деуге болады. Міне сырықшы алында матч басталды. Қазір ойын бастала сала Ордабасы өз шабуылдарын бастауда. Міне позициялық шабуыл, қателік, Тұлпар. Қарсылас қақпасына жақындай түсті Тұлпар. Аншаков, капитанға Бауыржан Көкімбаев. Бауыржан ортаға жақсы пас, ал қазір соққы бақтау керек бірден Бекежан Абсалямов. Қарсыласын жақсы алдады, бірақ бұл шабуылды түйінді алған жоқ Бекежан. Лукас Розенский, Фалькаоға, Фалькао Бондаренкоға. Бондаренко алыстан теуіп көрді. Тағы да қақпаға дарыған жоқ бұл соққы. Одан бөлек Тұлпар оралдық бәйтеректен 2-0 есебімен жеңілді. Ал қазір Тимур Малибеков. Гол! Есеп ашылды. Қазір менде көрермен міне Тұлпар бүгінде гол соқты. Қазір тағы көріп тұрғандарыңыздай бұл Тимур Малибеков қатарынан екінші ойында гол соқты. Тамаша пас. Әділет Дүйсенбі сол аяғына алды. Ортаға қарай теуіп көрді, бірақ бұл соққыны қақпашы қайтарды. Бауыржан, жақсы мүмкіндік бар қазір. Ал қазірше қандай керемет шабуыл. Тамаша шабуыл. Бұл Георгий Калачев қарсыласын өте әдемі алдады. Қайталап көреміз. Алдай келе жатыр. Әрине ойының екінші бөлігінде Ордабасы есепті жылдам теңестірді. Тамаша шабуыл. Алаң жиегінен допты ойынға қосқан шымкенттік команда өз голдарын соқты. Бауыржан Өмірбаев. Қайталап көреміз. Аншаков. Оған қарсы Гильерми Фалькао. Ортаға жақсы пас. Гол! Гильерми Фалькао. Есеп 1-2. Тамаша шабуыл және Фалькаоның өте әдемі голы. Аяғының өкшесімен міне допты қақпаға қарай. Көп қателікке ұрынады. Қазір Көкімбаев пас. Қазір ең соққы бақтау керек. Гол! Тұлпар 2-2. Тұлпар жарайсыңдар міне. Бекежан Абсалямов. Тамаша қарымта шабуыл. Аншаков. Көкімбаевқа. Көкімбаев алыстан теуіп көрді. Бұл соққы дәл болған жоқ. Елордалық жігіттер бірлет жеңіске жетті. Ал қазір Бондаренко. 1-1 шықты. Магомед Абдурашидов. Қандай керемет сейф міне. Магомед тағы жарады. Браво. Бондаренко 1-1 шығып отырып жеткен болатын. Бірақ финалда жеңіске жетуге қауқары жетпеді. Қазір қарымта шабуылдар. Кирилл Доров жеңілді. Нәтижесінде 6 ұпай жинап шымкенттік команда ақпан айында болатын финалға жолдама алды. Қазір Георгий Калачев гол. Браво! Калачев тамаша гол!
футзал. Міне айттым сіздерге, бұл Калачев өте қауіпті. Ал қазір тағы бір шабуыл, қарымта шабуылдар. Ал старт етті, браво! Рапыл соқты міне. Аншаковты орындауында ірі ұзын бойлы Аншаков міне. Баса Бауыржан Кукумбаев. Қандай соққа Кукумбаев, Бауыржан. Кукумбаев сүріне тұратын. Шырық шалынды. Тамаша. Браво. Браво. Осылайша тұлпар қатарынан екінші күнде Ордабасыны жеңді. Тамаша. Өте әдемі ойын. Нағыз мінез, нағыз ерік жігер. Бұның барлығы тұлпар туралы. Бауыржан Кукумбаев бастаған қарағандылық команда осы маусымдағы екінші жеңістеріне қол жеткізді. Және Амиржан Қазақстан футзалының барлық матчын тікелей эфирде qfutbol.kz сайтында тегін көр. Smart TV немесе смартфоныңа қосымшаны жүктеп qfutbol.kz-ге қосылып, футзалды тамашала.